Саламатсыңар урматтуу студенттер. Менин атым Алмамбет Ахматбекұлы, англис тили мугалими. Мен бүгүн силерге англис тилин нөлдөн кантип үйрөнүү керек. Ошол боюнча биринчи сабакты баштаймын. Биринчи сабагыбыз англис тилинин алфавиттерин үйрөнөбүз. Анда эмесе достор, биз азыр англис тилинин тамгасын окулушун үйрөнөбүз. Баштайлы. Биздин биринчи тамгабыз A тамгасы. Бардығыз қайталайыз. A. Андан кейінгі тамғауыз B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. Андан кейінгі тамғасы J тамғасы. Мен сіздерге оқулуштарда бұл жаққа жазып қойған қырғыз тілінде. Егер де қаласаңыздар, шауып қарап тілі оқи берсеңіздер болады. Андан тамғасы K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Бізден бұл англис тілінде 6 үнді тамға бар. Мен сіздерге аны белгілеп қойдым. 6 үнді тамға A, E, I, O, U, Y. Бұл үнді тамғаларымыз әрбірі өзінше оқылады. 4 түрлі болып оқылады десек те болады. Бұларды мен сіздерге қандай оқылушын кейінгі сабақта түсіндіріп беремін. Мен сіздерге азын айтайын, үнсіз тамғалар қантип оқылады. Мысалы B, мысалы біздің қырғыз тіліндегі B болып оқылады. Қырғыз тіліндегі B. Например, бүк. Андан кезде C тамғасы бұл. Бірелі учурда С, бірелі учурда К болып оқылады. Қайсы учурда С, қайсы учурда Г болып оқылады десеңіздер, егер де С тамғасынан кейін E, I, Y тамғалар келе тұрған болса, бұл С тамғасы, С болып оқылады. Например, City. Көрдіңіздер бе? С-ден кейін I келді, бұл С болып оқылып қалды. Қалған учурда К болып оқылады. Например, cat. Так, андан кейінгі біз D тамғасы. D тамғасы қырғыз тіліндегі D болып оқылады. E тамғасы үнді тамға. Бұны кейінгі сабақта өтеміз әдемі. F тамғасы F болып оқылады. Қырғыз тіліндегі G тамғасы G болып оқылады. H тамғасы қырғыз тіліндегі Х болып оқылады. I тамғасы үнді тамға. Бұны кейінгі сабақтан ден өтеміз. J тамғасы G болып оқылады. K тамғасы қырғыз тілінде К болып оқылады. L тамғасы Л болып оқылады. Например, lamp. M тамғасы М болып оқылады. N тамғасы Н болып оқылады. Ö тамғасы да үнді тамға. Бұны да кейінгі сабақта айтып беремін. Так, андан кезде Q, К болып оқылады. R тамғасы қырғыз тілінде Р болып оқылады. S тамғасы С. Қырғыз тіліндегі С болып оқылады. Андан T тамғасы Т болып оқылады. U бұл да үнді тамға, бұны да кейінгі сабақта айтамыз. V тамғасы В болып оқылады. W бұны да кейінгі сабақта айтамыз. X бұны да кейінгі сабақта айтып береміз. Y тамғасы да үнді тамға. Ошондуктан үнді тамғаларға отдельный тоқталабыз. Z тамғасы Z болып оқылады.